Біздің анамыз әлемдегі ең ардақты жан. Анамыздың сұлулығы жүзіндегі мейірімінен көрінеді. Бар бойына көркемдікті сыйдырған, жүрегіне мейірімділікті ұялатқан, жан жылуын бәрімізге аямаған, күндей күліп тұратын басымыздағы алтын тәжіміз, ол біздің анамыз. Ата-ананың алақаны балаға айдынды құс демекші, алтын құрсақты анам 10 баланы дүниеге әкелді. Біздің тіршілігіміздің гүлі болған анашым ешбір ренжуді білмейтін. Бір қолымен әлемді тербесе, бір қолымен бесікті тербеген анамыздың қас-қабағы біз үшін өмір жолына баратын иірімді жолдар секілді еді. Бір ұяда 10 бала өссек, онымыз 10 түрліміз. Әйтсе де анамның жылы жүзі бәрімізді бір жерде тоғыстырып отырды. Ұрпақтарын ең әуелі мейір шапағатқа, одан соң ақыл парасатқа, ақырында нағыз пайдалы ғылымға, еңбекке баулады. Жылы ұяда өскен баланың ертеңі де жылы демекші, жүзінен төгіліп тұрған жылулығымен тірлігі де бітіп жататын. Балаға қуаныш сыйлай отырып, өмірге бейімдеді. Анамның бақыты отбасындағы ұлдары еді. Ұлдарын тәрбиелеуде анашым ешбір қателеспеді. Айрандай ұйыған отбасында жандарына жылулық ұялаған, жүректеріне мейірімділік орнаған бауырларым бүгінгі таңда бір-бір шаңырақтың алтын діңгегі болып отыр. Жаны нәзік анашымызда кез келгеннің бойынан табыла бермейтін адалдықты, қайраттылықты, қажырлылықты көретінбіз. Бізді бір-бірімізді риясыз жақсы көруге, еш есепсіз жақсылық жасауға, бауырмалдылыққа тәрбиеледі. Десе де өмір көшкен керуен секілді. Керуен жолы кейде ұзақ, кейде қысқа келеді. Асуы қиын, асқарымен қатар, төмен қарай құлдырап өтер ылдиы да болады. Осындай қиыны мен қызығы мол өмірде әлемнің ханшайымы, көркемдіктің үлгісі болған анашым небәрі 65 жасында өмірден озды. Өмірдің қаталдығын, өмірдің тым қысқа екендігін осы кезде сезінгендеймін. Биік тауға жақындаған сайын ол алыстай береді. Дәл сол секілді анамның да бізден мәңгілікке алыстап кеткенін сағынышпен еске аламыз. Анашымды сағынып, хатта жазғым келеді. Анашымды құшақтап, мауқымды басқым келеді. Жетістікке жеткенде, белестерден өткенде, қуанып барып ана деп, құшағына батқым келеді. Жүрегімді сыздаған жібіткім де келеді. Алыстағы анамды болмайтынын сезсем де өтірікке сенгім келеді. Менің анам тірі деп, өлмеді қайта келді деп, шаттанғым да келеді. Өзге жұрттар секілді анама барып еркелеп, алдына жатқым келеді. Өзгелердей мақтанып, тауда еткім келеді. Біз арқылы анамның жұрттан асып тасынып, мадағын көргім келеді. Жұрттан керек етпеген жылулықты менің де анамнан көргім келеді. Бәрінен озық тұрғанда, кімнің қызы дегенде
таудай ақыл сыйлаған нұсқағым сізді келеді. Әттең сізге болмады. Ұзақ өмір, шын бақыт. Асылық айтсам, уа Аллам, кешірім өтінгім келеді. Ағаның туысы жоқ болды. Ол кісі әскерде жүргенде мамасы ауырып өліп қайтыс болып кетті. Содан кейін ағаны неден қайырып алды, солдаттан. Онан кейін келе салып әкемге үйленді. Сонан өмірге жаңағы 10 баланы әкелді. 10 баланың ішінде 2 бала бұрын кетіп қалды. Кейіннен тағы 2 баласы кетті. Ұлым менен ұлым жолдас, қызым мен қызым жолдас болды. Сондай ағайыннан артық жақсы өмір сүрдік. Әкенің дастарқаны, менің дастарқаным әкенің дастарқаны болып өмір сүрдік. Еш уақытта ренжігеніміз жоқ. Тату тәтті өмір сүрдік. Кейін балалардың бәрі өскеннен кейін алдына кетті. Ұлы ұяға қонды, қызы қияға қонып, тарап-тарап кетті. Менің құдағайым Айкен тәте жақсы кісі болған, ақ көңіл, көпшіл, қашан келсең де қазаны қайнап, самаурын қайнап тұратын, бізді сондай жақсы күшті сыйлайтын, жақсы көретін. Енді дүниеден озды, жатқан жері жайлы болсын, иманы жолдас болсын, Құдай о дүниесін беріп, артында бала шағасын қолдап қоршап жүрсін. Балалардың бәріне жақсы тәрбие берген. Біз ол кісіні ұмытпаймыз, мәңгі есімізде сақтаймыз. 1989 жылы ең алғаш рет Айкен апаны көрдім. Жүзі аппақ, керемет, сұлу ана мені қарсы алды. Сол күннен бастап Сәкен ағаның отбасының бір мүшесі болдым. Қай кезде барсам да қуана қарсы алып, дастарханын жайнатып қоятын. Әлі есімде, дастарханда үнемі бір табақ құймақ пісіріліп тұратын. Мен Айкен апаның қабақ шытқанын, балаларға ренжіп, көңіл күйін түсірген кезін көрген емеспін. Сонда мен таң қалып ойланатын, не деген шыдамды, ақылды ана деп ойлайтынмын. Бүгінгі күнде анарды көремді, Айкен апа есіме түседі. Айкен апа ол менің ыстығым, жанымның жылуы, менің сағынышым әлі күнге дейін. Апам дүниеден озғанда мен небәрі 10 жаста болған едім. Барлығы балалық шағымның көп нәрсесі есімде, бірақ апамның даусы ғана есімде жоқ екен. Апам бүкіл үш көз тірі 8 баласында ұлын ұяға, қызын қияға ұшырған кісі болатын. Немерелерді ешқашан бөліп жармайтын, барлығымызды бірдей жақсы көретін еді. Менің марқұм шешемде тек бір өкініш қана болатын. Менің байғұс шешеме біз бір тойды жасап бермеппіз деп. Дүниеден озғанша сол сөзін көп айтатын еді. Енді тек қана сол өкініштақ, бірақ Аллаға да жақсылар керек деп атады. Маңдайымызға жазғанымызда сол болса керек. Енді апамызға бүгін оқытылып отқан Құранымыз қабыл болып, Фирдаусын төрінен орын берсін деп тілейміз Алла тағала. Әкенім 10 баланың бейнетін көрді. Жаңа айтып жатырмын ғой, арқанын, кір жаятын арқаннан еш уақытта кірі түскен жоқ, тәрбиеледі. Бірақ сол балаларының бейнетін көрді. Оның ұяға қондырса да, олардың да арасында реніштері болды. Соның бәрін көтере білді, соның бәрін кешіре білді әкенім. Бірақ енді нағыз дәулетін көріп, солардың рақатын көрім деген уақытта кете берді. Өзім қасында көзін өзім жұмдым, әкенімнің жанында отырып. Ох, жаным ай деген соңғы сөзін қасында отырып естідім.